Assalamualaikum Alatu halkım kulak sal. Hak'tan dayanda baştaldı. Жақын келген телеге жағымды шығат оғындар жалпы Қырғызстан ел жерге амансыңар барыңар анда ақтаңдайды бастайлық жашқарың жалпы қабыл ал. Быйылғы жылы туғандарың ақтаңдайдан жалпыңа залқарлар айтқан айтыштар жаңырып елге кетмекші. Жыл башынан жаңыртып бұйырса түрді түркін дөңген үрпіс халардың бары келмекші. Оқушыларым баш болып ойдығы болған термесіз санат менен айтышты жалпыған айты бермекші. Аны жамы жұртым көрмекші. Ан демесе бүгінкің ақтаңдайдың задында атай келді жадыма. Тек қара суының төрінен қалдайған мады чегенен бал ширіні бар сөзінде бұйырса байқайсыңар кевінен. Халқым аңырда берсем деп ербеген бала чағынан қолынан қомыз түшірмей ечен дастан санат термені қатып жүрген көнінде кичинен ырдап бермекші. Атайы келген қонығым айтат залқарлардың жомоғын. Дүйшін аваң амансыз бұл ерге атай бүгін чақырсақ залқарлардың дептерін залқарлардың кептерін бұйырса жақсы болот халқыңа. Құдай берген өлердің четінен қалпып кеткенің атайы бүгін чақырдық. Ан демесе туғандар салавамдың баласы Алатоғы қарачы. Ан демесе туғандар сайрап берет баяғы қалқыдан шыққан қадырман оша қара суының баласы. Ава қыш құрудан қиналбай суықтан аман болдыңыз. Surdanған қырғыз жергесі сіздің сұлу шықсын ойыңыз. Көңіл қойып чақырдық көпчілікі баяғы өнердің дасторқонын жайыңыз. Ақ қомыз қолғын қалыңыз қачылсын талай бағыңыз. Анда кезекте сізге берелік бұйыл ақтаңдайдан жалпыға залқарлардың айтышын қадемейдің елге бермекпіз. Жашқарыдан көрмекпіз ошолордың бірісіз. Анда кезек сізде ыр сізде құлақты төшіп қойылық. Құтты қонақ болыңыз қуанышта баяғым. Ойдығы болған терменің оматын сізден көрелік. Ей, кезектің анда қарачы, кебелбей ырдап беріңіз, анда сізге берелік. Қырғыз Республикасының ушу баяғы эмгек сүйген артистин жанында отуруш, мындай акындын жанында отуруш өзү бир бөлөкчө мен үчүн аябай чоң сыймык. Анан эми мына айтыш болуп атат. Улуу акын Токтогул ушул 60-ка аймалап калганда Сузактык барпакын 30-дун кырында экен. Акындын кеп кеңешин алып келем деп Кетментөбөгө аттанып барса, бир үйдө ырчылар, сынчылар, жомокчулар, кошокчулар, лакапчылар отурган болот. Барпы сыртта тартынып кире албай отуруп калат, бир киши жетелеп алып келип, токонун кулагына шыбырап коет. Мол бейкасан тон кийген жигит Сузактык Барпы деген акын экен. Ушуга көңүл бөлүп кой дейт. Ошондо Токтогул ырын токтото калып, 30 кишинин ырын токтотуп, 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 30
барпагарда турган жер экен. Таң eşikten keldi bir meyman, köngülüm sağa bölündü. Sezbeyt dep menin oyloğu, siyagın akın köründü. Kanday ilim ekensin, uyga girbey tartıngan, aran girip olturdum bir kişinin ardından. Sırdaşsan arman bölünüt, ilebin juka körünüt. Ölürün bolsan örgö çatkalan, tartınbastan sırınday. Çın sırındın aytpasan balam, edebin miden özüngay. Anda barbe. Haң Eşmembet aytkan atыңды, bildim qoaba barkыңды, emi tanıp turamın, kir bolboğan atыңды. Adebi жоқ medinin, aldыңa kelgen öngdönüm, alıstan geldim atayın, toqtoğulu sağa göldülüm, uqqum gelet önüngdön, bulbuldan şirin tiliңден. Alıstan geldim atlanıp, tölös boston elimden, bol jollop çıktım bostondan, nasibimsizdi koşkumdu. Kanda toqom. Haң alıstan gelgin balamsın, aytımdı sözgü kanasın. Surayın ata tegingdi, bileyin senin jönüңdü. Bikiri жоқ attangan bir balasın bolboğun, жалgыз özün maqtagan bay balasın bolboğun. Ырым менен eritem dep kelgendem bolboğun, kalayıqa çoң suylep dep kelgendem bolboğun. Şınıklasın bolbosun balam, avadı sizge kelbeskin. Anda toqom. Közüңdün körsün qarasın, şamçıraqtay janasın. Qasiyetsiz düşmandan azap çekken balasın. Meni bürü aytkandan, köngülüңgө jakkandan kelgen balam ekensin. Men ırdasam sözümdü alıp keter ekensin. Keçe kelbeske toqon ketti dep, beş qaman könü bayladı, bekitip kolum bayladı. Жалғандан қара көрсөтүп, бездирip elden haydadı. Xabarım algan kişi жоқ, samanam jaman quruldu, soğon жоғum turuldu. Zarlagan menen görбөдүm balam, ardımda жалгыз ey oğlumdu. Kubançım elden hayrılı, bakşa safım bulbuldu. 10 yıl Sibiri toktodum, kayrılıp kalan kırgızga gelbey turgan okşodum. Üydü kalgan zayıfım, başına kaygı tüsüptür, jaman attı bulumdu, bayga tiyip ketiptir. Peşelege tartılgan armandı menet kalabı, alganım kesse meyliçi, ölküzün көзün aдағы. Şumparım azıp arıptır, tuğrumdan uça açıptır, kaçılbay gülüm soğuluptır, armanım içke tutuptır. Buzulgan eken turmuşum, sıngan eken kılıçım, tuyakta mıntıp ayrılıp, görçü düşmandın kanday kılıçım. Buzulsa turmuş meyliçi, bulbulum baktan kaçıptır, bulbuldu körgöy buktalım, bulbuldun teli katıptır. Bulbulsundu çolponum, gelsem vuralıp jergen hey jatıptır. Ata dep moylum kuçpadı, adaşıp gelgen toqomdun, aldından tosup çıkmadı. Jadırap jaynap gülbödü, жаңырып atam keldi dep, kulum canımda bergen hey gülbödü. Andı bardı. Haң alıstan geldim aylыңa, baykadım aba türüңdü. Urmatlı toqom aman dep, uqqanda jürek suyundu. Beş qaman dediği meni dep, tügötömün seni dep, körçötüptür kazaptı, tartıpsın avası azaptı. Sibirde jürdün neçen yıl, sızdadın iylap külötün, kara çaçın ağartı kaygı menini köyötün. Aman gördüm özüңdü, azırkı menin işim oң, talimin alsam dep geldim ha, tilegim çoң. Anda toqom. Komustan bergen salamın, emi ulap kettinim ayağın. Emkisin başka ırıldayın, akındığın sındayın. Keptiyinin çeçmesi, çeçendikti kim bilir. Keremetin bulması, çeverlikti kim bilir. Kavuşmakta tapmasan, sınçılığın kim bilir. Javıl tıvırdı tökmesön balam, hırçılığın kim bilir. Anda barba. Arqar menen kılcanın, ottör jerin kim bilet.
Tavılmаған kөліктіне тоқтар жерін кім білет. Анда тоқам жүрегінде оты бар, айтымды кіші жаталбайды. Түбі бұзық дұшмандар башқаға келіп баталбайды. Белгілі шешен беленер сөйлеген сөзден тақалбайды. Алмақан ору жолықса эч айласын табалбайды. Ешен қоча чоғылып дем салған менен айықпайды. Өлерін кіші білгенде өзінен өзі арықтайды. Шына жалқыстап келгенде атаға сырын айталбайды. Айтқан менен пайда жоқ, ағасы барып қайтарбайды. Аманат жаның өтмесі алғаның қара жанынбайды. Өлбек ішің айрылбайды, өпкелесің өз туған өбектесің табылбайды. Өтіз ұшан ашылбайды, балам күйсіз ұшман еш ашылбайды. Анда барқым, оқтыбай мерген аталбайды, он тобой ору жаталбайды, түздебей мерген ете албайды, түйсөлбей ору жаталбайды, сынбай сөк чор болбойды, тілеп алған балдарың жетім болбой құр болбойды, бұзықтың сөзі оң болбойды, бұйрықсыз алтынжы болбойды, бұлбұлдың үнін ұқпастан бұралып гүлдер açılбайды, мұрын тамыңы көп болсаң мұңдың үнін басылбайды, көкөктің үнін ұқпастан күл жайқалып açılбайды, күйті дарты көп болсаң күйгеннің үні басылбайды. Анда тоқым, балам құш қанатты кер болбойды, дұшмандың көді бір болбойды, қаролына еленбей қачқан қайық аттырбайды, алғаның жақшы болғың соң туғандан сәні жат қылбайды, келіңден шықса азамат, балам дұшманға сенің баттырбайды. Анда бар, ескі бақта бөс болбойды, есептешкен дос болбойды, жамандың сөзі жош болбойды, жақшының сөзі қорс болбойды, жалаңа чубал болбойды, тоқтоғыл сендей ақындар әр жерде сөзі қар болбойды, қалемпір ашыл тұс болбойды, қар түшпей суда мұс болбойды, қатын қырқа шыққанда қадімкідей қыңшылап, қауырғандан чымчылап, қайра жашап қыс болбойды, қарап тұрсаң бөлештен тоқы қызығына көстойды. Анда тұғын, балам құшыңды өзің салбасаң, чырмалып қолдан бара албайды, анықтауын албасаң, илбесіңдің ала албайды, бұл үрдіңінім таштайын, менен де үрді баштайын, көлөлөті қаз менен, мермілдеп жатқан саз менен, сұлулар бетін өптірет, балам тұралып тұрып, ей наз менен. Анда барып, дарияңа қат сай менен, жылқының көркі тай менен, көк сорыны жатып алалы, қошол сай бойында жар менен, құнанын ұшат аң менен, көкпарға ұшаты жар менен, сағызған ойной сай менен, баласыз кіші зар менен, азамат көркі жарашат, бұлқынған боудан ат менен, аралашып бір жүрбесен, бүкір жат менен. Анда тоқым, өз паркын өзі біле албайды, балам масташпағын мас менен, қапалығыңды жазам деп, қадырлаш болбо нас менен, құшақтасып дос болба, аштақылық ас менен. Ұртастан жақшы қарт менен, соданын ішім арт менен, мойының қылдай ешкерет, балам сары ору менете бат Анда бар, арава жүрет таш менен, Уыры жүрет тас менен, адамдың көркі баш менен, маңдайдың қысыны шаш менен, кішің ақыл алат ес менен, оройың ызығы бет менен, өделіңден бөленім, басып өтпе жет менен. Анда тоқым, менендің інім таштайлы, емі тұрбайлыдан баштайлы. Араваны көргенде аттың чері жазылат, елгешіден бергенде марттың чері жазылат, ақмақты ұрсаң аябай мұштың чері жазылат, илбесіңді көргенде құштың чері жазылат, нарын тартып ет жесең кештің чері жазылат, жаңбыр жауып қар жаса балам қыштың чері жазылат. Арық байлап су келсе, салдың чері жазылат, ақмөн гүлі жылғадаңа мұстың чері жазылат, құлп ұртып жақшы іш қылсаң, ұштың чері жазылат, жаңы күйе келгенде чымчылашып ойнашып, чын көңілін берешіп, сарымайда ерішіп тоқа қыстың чері жазылат. Анда тоқам, балам сен дағы мендей ырдадың, ырыңдан балам сындадым, ұрдасам, айтқанымдан жылдадым, сайраттың қызылы тіліңді, ақындығың білінді, мен көрсеткен ырымды ұлабастан қойбадың, ақыры күн тұлғыды, сұлабастан қойбадың, әзіз ақын екен деп, балам бұл жағынан ойланды. Анда барып,
Ha, kördüm toqa köşüldüm, köngülüm sağa çeçildim. Aytkanım ayıp bolsa da atalı kılıp keçirgin. Keçiret dep meninin aldına kelip ötündüm. Жаңылы bagan çeçesine toqa bizde жазылgan tapcan ekensin. Деп айтышқан екен да. Әбәлі, арбаңыздар, Алатоолу халқым. Дағы бір рет барыңыздарға амандық тілейбіз. Мына Ақтаңдай телегөрсөсүнүн сіздер көріп жатасыздар. Ақтаңдай телегөрсөсүнүн коногу элдик талант Дүйшөн Салибаева агабыз келип олтурат. Куш келипсиз дагы бир жолу. Мына Кыргыздын абдан чоң залкар акындарынын жолугушуусу Тоо Булбулу Токтогул атабыз менен Барып апыздын жолукканына мына азыр айтып берди. Чынында Кыргызда нечендеген залкарлар өткөн, ошолордун ичинен айрыкча айтыштардын ичинен чоң ушул элге сабак боло турган акын менен устат менен шакирттин, ата менен баланын, эркек менен аялдын, уул менен кыздын, кыскасы биздин жашоонун тартиби кандай экенин накта ушул Барып апыз менен Тоо Булбулу Токтогул акындын экөөнүн жолугушуусунда айтылат. Ошону мына бүгүн биздин Дүйшөн абабыз сиздерге айтып берди. Дүйшөн аба бул биз быйыл Ақтаңдай телегөрсөсү жалпы эле эл тээрде жамаатыбыз менен ушул алдыбызга жакшы максат койгонбуз. Өзүңүз жакшы билесиз, мына Ақтаңдай телегөрсөсү эфирге чыгып келгенден бери быйыл 23 жылдын жүзү болуп отурат. Ошол жылдан бери жака не деген залкарлар, ошол эл ырчысы эстебес акын. Биздин залкар устатыбыз Ашыралы Тууганбай, Тайырбек төкмөлөр бар, не деген гана залкарлар ушул келип биздин эфирден Ақтаңдайдан кимдер гана ушундай өз өнөрүн тартуулабады. Ал эми ошол айтыштарды, терме санаттар, дастандар, манасчылык өнөр, ырчылык өнөр, коюңчу ушул элдик өнөрдүн баарын биз ушул элибизге жаңыртып, сизге окшогон, бизге окшогон эл ичиндеги катылып жаткан ушул өнөр ээлеринин аткаруусунда элге тартуулап келебиз да. Быйыл буйруса ошол биздин максатыбыз кыргыз элибиздеги залкар төкмөлөрдүн айтыштарын кайрадан жаңыртып чыгуу. Жакында эле ошо жаңы жылдын алдында Ырдымпир Ырысбай агабыздын туулган күнүндө сизге жолугуп калып, аке баягы өнөргө бир кайрыла кетсеңиз деп, анан сиз макул, мен баягы Барып апыздын Токтогул менен жолугушуусун айтып берейин. Бир далайдагы чыгармалар бар, кыйладан бери коюнга катып жүрөм, аны көтөрүп кетмек белем, элге чачып берейин деп, атайын биздин сунушубузду жоктобой келип, мына баштап отурасыз. Негизи эле бул өнөр каяктан сизде? Бул атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу өнөр. Рахмат, туура айттың Абдубалым. Абдубалым, ушул сен баягы ушул жерге ушулар ырчы болуп, антип комчоту ырдаганыңан баягы телевизиядан анча көрүп, мен көбүнчө мына вокзалдан көрүп, сен ушундай бир Эстебес Түрсүналиев, Замирбек Үсөнбаев, ошол ырдап аткан ырчылардын эле кийинкиси ушул бала болуп атат дегенден көрүп, сени сыймыктанып эметип жүргөнбүз туура. Көптөн бери неметип, мына канча немеден бери мына ана келем, мына келем деп каерде жолуксак дагы биз неметип атканбыз туура. Эми рахмат. Бул эми сен айткан сөз туура. Баягы кылым карыткан күйдө бекерден айтылбайт экен. Мына 100 жылда биз дагы мына 70ке аймалап калдык. Биздин атабыз канча жыл болсо, ошолор чертилип аткан күүлөр азыр чертилип атат. Ооба. Ошолорду мына мен атам баягы ырлар Бегарстан, Тайчы, ушундай оң күүлөрдү чертип, ушундай аябай жакшы чертет эле, кулак тыңдап неметет элем. Анан мен бир Авам Мамадил деген авам, мен атамдан кичүүсү, ошол ушундай комуз чертип, ушундай алыгы акбакайларды чертип, ырларды ырдаганда ушул биз ушул үйрөнө алабыз. Биз ушул жакын болобуз ушундай. Ушундай жидагыдай болот, баягы кармаган жерден ошол кармаган чертип калсаң да чыкпайт, баягыдай болот эле ушундай. Ушул инсандар дагы мына ырдап өзүнчө неме кылат да, ырдаганда кеч болгондо ушу токтотуп ушу ырдатсак дейт да, ушундай инсан неме кылат. Ушул Жеңишбек Шамшиевдин ырларын ырдайт эле, ырдаса өзү болуп, өзү артистей баягындай сезим болот дейт. Ырдаганда кубанып баягы ырдаса экен, дагы ырдаса экен дедим дейт. Мына Токтогулдун Барпы, Токтогул менен Барпынын айтыштарын айтат эле, ырдап неме кылат эле, башынан 3, 4, 5 куплет баягындай дагы бөлөкчөрөөк кылып, кызыкчыраак кылып, баягы кошуп ырдап неметишет. Демек ошол улуу залкарлардан үйрөнгөн
өнер Турбаева атаңыздан улап, анан ағаңыздан улап, буюрса мына элдин ичинде катылып жаткан өнөр адамдары көп. Эми дагы ошол чыгармалардан угалы, бүгүн атайын сизди көп сөздөн көрө көбүрөөк ырдатып калалы деген. Мен мына авам Жеңишбек Шамшидин ырларын ырдайт эле. Аны өзү кылып ырдап коет эле. Кээ бир жерлерин кошуп коет эле. Баягы биз качан ушундай ырдап кетет экенбиз дегендей болуп неметип. Өзү негизи атаман үйрөнгөн абам. Эми ушундай баягы чебер болуп, ушундай мына канча шагирттер чыгарып атасың, сен дагы мына сенин атыңа неме болуп атат мына. Мен немен ошол абамдар ырдап жүргөн Жеңишбек Шамшидин Сен элең деген ырын ырдап берейин азыр. Жакшы болот. Asıl sezimdi, sözlerim tazimdi. Aradağın bolğun senerin, algırdayan ko'zimdi. Algırdayan algırdan ko'zimdi. Ümitin otun yandırıp, canımın yerini kandırıp, baktım bulgun senelerin, tübülükten ay çargıp, tübülükten ay çargıp. Sezmeyen hiç kim sebepli, sezimin güçlü senerim. Ömrümün güzler başında, örkönüm bolğan sinerim. Örkönüm bolğan sinerim. Yürek gündeşip, sırrımdı çomak geçip. Yarım bolğun senerim, tübülük birgide gün geçip. Tübülük birgide gün geçip. Tübülük birgide gün geçip. Аббали негизи ошол кара суу жергеси чынында кара суу оштун тереги ош кыргыздын жүрөгү деп тамашалап калышат. Негизи кара суудан баягы бал түлдүү барып апыз менен айтышкан бир кезде Баатыр Алы Сыдыковдун атасы Баларчы Сыдык чыккан жер. Кадимки биздин Саитбек Муратов атабыз кыякчынын кыйыны. Ошондой эле Залкар комузчу Болуш Матазимов чал деген Залкар комузчу өткөн. Токон Эшбаевтар баш болуп не деген керемет өнөрдүн ээлери. Албетте кара суудан көп залкарлар чыккан. Ошонун катарында көрсө бир учурда аталарыңыздар да ошо чертип жүргөн экен. Негизи сиз кесибиңиз кайсы кесипти аркаладыңыз? Ушул өнөр тарабындабы же башкабы? Мен бул атам комузчу болуп эметкен. Эми бул туура сенин программаңда туура баягындай айтсам мен бирге убакыт алып калса керек, бирок мен ушул баягы төрөлгөндө атам ушул комузду мен жездем Болот деген жездем, Жумайыл эжем күйөөсү Болот деген жездем комуз чаап келет да, анан кийин биздин үйгө көтөрүп мен атам мына Каратайда ошол баягы
Кара Суу району Каратай айылында мен ошо Каратайда төрөлгөнмүн да. Анан ошо жерге комузду көтөрүп келип, комузду берип, бешикке кошуп, бөлөп, ушу балам комузчу болот дейт. Анан кийин мен атым Дүйшөн деген себеби дагы бир кичинекей немеси бар да. Мааниси бар. Мааниси бар. Анан мурда билесиңер, адистер, бул зоотехник, башка немелер бүт эле буякта түндүктөн немеден өзүбүздүн мына немеден Бишкектен, немеден Бишкек мурда Кыргызчадан келишкен. Анан ошолордун ичинен атамдар эми комуз чертип, бек артан тайчы деме чертип атканда, ал да комуз черткенин билген эмес зоотехниктин. Анан кирип калат, кирип калып туруп анан кийин комузун алып чертип туруп, буякка алып, буякка чеберлигин көрсөтүп, баягы Дүйшөн деген зоотехник анан чертип атат. Бул баланын немесин неме болуп атасыңар атым деп анан кийин атын Дүйшөн койгула дейт да. Дүйшөн анда болду. Комузчу болсун деп Дүйшөн койпой деп бул комузчу болобу болбойбу кандай болбосун эми баягындай баягы сөз менен ошо менен неметип кеткен. Ниет кылып коюшкан экен. Ниет кылып койгон. Ошол эми негизги себеби мына мен ошол жездем болот деген жездем, мына Жумагүл эжем күйөөбүз болот деген жездем ошол комуз чертип, комуз чаап келип, ошону 50 жыл канча кармадык, кече үй өрттөнгөндө кошулуп өрттөндү чындап. Мында айтып кетиш керек эми баягындай. Буякта угуп аткандар болсо, тааныш билгендер буягын жашырып койду дебесиндер. Ооба. Ошодан кийин мен ушул негизи баягы сиз ошол ата энеңиз ниет кылып, анан жездеңиз ошо сизге атап комуз чаап алып келип, анан ошонун негизинен көрсөм муну аркалап калган турбайсызбы? Бирок баягы комузчулук кесипти атайлап кесип кылып, элге аралашып, маданият кызматкерлерине аралашып жүрбөгөн окшойсуз. Жүрбөгөм, туура. Бул айткан сөздө жан бар. Мен мен армияга барганда, повар барып, военный школа, поварлардын школасында окуп, анан эле повар болуп, ошол бойдон повар болуп кетем, Кыргыздан повар чыкканым эмес, чында мен сөзүн ачыгын айтыш керек. Мына Оштог аэропортто 16 жыл иштедим. Оштог ресторанда. Сиз баягы Союз убагында. Керек жарак коомуна кетип калган турбайсызбы? Ошо керек жарак. Мейли, ал эч немеси жок, ал адамдын ар кандай кесип ардактуу дейт. Эми бул чыгармаларга кайрылайлы. Дагы кайсы чыгармаңарды алып бересиз эми? Ооба да, мына бул Гөзал кызды мына Барпынын сөзү, Гөзал кызды мындай ырдап, ичким ырдап чыккан эмес, мындай. Ошол Жамирбек Үсөнбаев ошондой оон түзүп, ушинтип ырды өз ордуна коюп, калыбына кой турган ырчы ошол. Гөзал кызды башайы, жол жүрүп келдим атайы, жалынга салсаң өзүң сал, жүргү сал сыпайы, көйлөгүң кызылы башайы, көргөнү келдим атайы, үйүткө салсаң өзүң сал, көргөндү көзөл сыпайы. Ар ким айта сүйгөн, акылына түйгөн, ашык болуп жете албайдан арасат күндө жүргөнүн. Мен дагы айтып берейин, ашыктан бир сабак, баксалды уус жүрөккө дерди Гөзал тамак. Күйдөрлүү жаштын ишекен, күсөдүм сүйүү чарбакын, аманат жанга белектеп, ашыгылык гүлүн кармадым. Ана ошол гүлдү бергенге мен Гөзалды издеп баргамын. Булактан көрүп чактыштадым, булбулдай абас салгам. Gördüm dalay urulu, keçtim dayrolu, izdep bir geldim güzel kız, ışkıdar sendey sulu. Tanıbaysın sen meni, tarpi kıla de seni, tanışalı bul yerden de tartipli güzel gel beri. Kıylanı gördüm kıdırım, kara su menen çarbaktan, kaş kirpegin kögülüp de, karasan kumarı taratkan, kökürük ört koyup da kök yıldızın samattan. Canada göktü görmek meni, kanat can bulup yaralısın. Kalkalından
Қайқалай өткен далыңдан, безеленген бетіңден де беш талда өрген чачыңдан, чачыңды ойсайдың қамышы, өзіңізді сұрасам, сүйермен елдің қалысы, сүйгенімдің себебі, сүйбей бір кіші келебі, сыпайының жайынан, білбей бір кіші келебі, зияда болса құлақса, жарымды ғып күлімді, керек болса güzel қыз менің көрі тұрған күнімді. Қараңғыда жол жүрсің, шырағың болып жүрейін, қайда барсаң жаныңда мен ұнағың болып жүрейін, күніге келіп суалшы бұлағың болып жүрейін, көкіректің ортасы тұмарың болып жүрейін, күн düşмал күл алған қалағың болып жүрейін, көйле күндің жақасы жамағың болып жүрейін, жашырбастан ашық айт, емне болсы ұйыңда, сыйласаң да өзің біл, қайнасаң да өзің білей, тағдырым сенің қолың. Әбәлі, біздің заманымыздың залқары Қырғыз Республикасының ел артисті Тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлықтың иесі атаның ұлы Зәмбірбек Өсенбаев ушул Барпы апызға тазим қылып, ушул Барпы апыздың Көзәл қыз деген шығармасына оон жаратқан. Оон жаратқан, аябай сонун. Азамат, рахмат, сіз еме ушун жақшы атқарып бердіңіз. Еме дағырдаталық сізді. Мәді, авада ырдайбыз. Ошол кечирип кой деген жеңишбек шамшиктин жагы жеңишбек шамшикке кайрылат окшойт. Жақсы болот. Болбосо да bir кулуштан айылым, сары алтын деп сана менин байыдым, качан болосо караныңды кийей, капчыгайдың суу бойлогон кайырым. Eleslerin ezmişti bu kılar, trenlerin şirik edici kurar, ökümüstün köylü açı ellerek, çocuk olsan suygun canım mıhtılar. Faydalanın talay bergen bedekten, sen de tösün jigit ötet sedepten, ömür boyu sol boğan gül bolup, güldürüp tat çıkıp kalsa kerekten, oylundan biri bayko salap, samsalasa salcal bırak terekte, oydun canım biri bayko salap, sarcal bırak samsalasa terekte. Balli, sizge çıkarmaçılı iyiliklerdi kaalayбыз. Ең oğlu Бекем денсаулық kaalayбыз. Kolunuzdan ушул баягы ата баба улап келген 3 xil комуз түшпөй, дайыма ушул бакубат жақсы күндерде жүріңіз, денсаулықты қалайбыз. Бұйырса Ақтаңдайға дағы шақырабыз, дағы келіп, дағы айтыштардан, дағы бір жақсы бізге елдік шығармалардан, оончылардың, залқарлардың шығармаларынан атқарып бересіз деген ишеништебиз. Сізге ийгилик қалайбыз. Урматтуу телекөрөрмандар, сіздер Ақтаңдай телекөрсөсүн көрдүңүздөр. Елдік талант Дүйшөн Салибаев агабыздын аткаруусунда мыкты чыгармаларга күбөдөр болдуңуздар. Биз болсо ушуну менен коштошобуз. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми жакшы күндөрдө жолугуштурганга Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Аман туруңуздар.